Әлемде 8 миллиардтан астам адам бар. Біз әртүрліміз. Ұлтымыз, тіліміз, дініміз бөлек. Бірақ осы айырмашылықтарға қарамастан, барлығымызды ортақ ететін нәрселер бар. Ол әрине адами құндылық. Өкінішке орай, дәл осы ең маңызды құндылықтар уақыт өте келе жоғалып барады. Әлем қанша дамыса да, технология қанша алға озса да, адам өз болмысын сақтамаса, бәрі бекер. Біз қандай заман келсе де, адами құндылықтарымызды жоғалтпауымыз керек. Өйткені нағыз байлық шынайы махаббатта, әділетті санада және мейірімді жүректе. Ойымдап тұрмын, Жан, как будто бы сразу күйеуге шығып кететін сияқтымын. Сен емес, мен уайымдау керек. Мен ғой сенің ата-анаңмен танысатын. Ой, қойшы, Жан. Бәрі нормально болады, уайымдамашы. Ок, айтпақша сок ала салшы, алуды ұмытып кетіппін. Жарайды. Жан, ата-анам келген сияқты. Келе берейін бе уже? Жоқ, сен 1 сағаттың ішінде келші, тамақ как раз піседі. Хорошо. Жан. Главное, кешікпеші. Хорошо, Жан. Как всегда, вовремя барам ғой. Пока. Жақсы көремін сені. Пока. О, қалайсыздар, кіріңіздер. О, жаным, қызым, қалың қалай? Жақсы, мама қайда? Қазір магазинге кіріп кетті, келеді. Хорошо. Мамали. Қалайсың, Малика? Жақсы, бірдешкі өзіңіз. Жезуға бүгін точно келе ма? Келу керек, сол күтіп отырмыз. Ше. Қалайсың, Маликуша? Жақсы. Ой, рахмет, Жан. Сіздің босанатын уақытыңыз болды емес пе негізі? Ой, сол болды ғой. Тезет босансам екен. Шаршап кеттім. Иә. Күшті шығып отыр ғой, не пісіратсың? Сол балық заказ берген ғой, соның несі. Қазір салаттар істеп тастайық. Мама продукт алып келеді. Иә. О, Жанка тәте, сәлеметсіз, қалайсыз? Амансың ба, балам? Қалың қалай? Жақсы, шүкір, әкеңіз көмектесіп берейін. Ой, қиын болмаса, мұсыға тастайсаш. Кеше крылышқы жепсіздер ғой. Ой, айтпа. Кешке кел. Жақсы, давайте. Қалғаны бар. Ұзақ болсын жасың. Ассалаумағалейкум аға. Есім Дәурен болады. Я диплом бар, жұмыс жасаймын, Құдайға шүкір. Жоқ, кішкене серьезно айту керек. Ассалаумағалейкум аға. Есім Дәурен болады. Я, диплом бар, Құдайға шүкір, жұмыс жасаймын.
Дәурен, есің жи. Өзіңнің четкий мужик екеніңді дәлелдеп тасташы. Ал, сәттілік. Бісміллә. Марат, істелінді ма? Жоқ, еппашамайды алдында айтып едім механиктерге. Машинаны ТО-дан өткізейік деп. Ешқайсысы тыңдамайды ғой. Енді? Машина ите жүрейік. Давай. Саламатсыз ба? Что-то көмектесіп берейін ба? Саламатсыз ба? Иә, бізге көмек керек, машинамыз тұрып қалды. Не болды бұған? Қызбай қалды ма не? Соның бірдеңесі кетіп қалды ғой. Ассалаумалейкум, братан. Что там не болды? Бензин бітіп қалды ма не? Генераторыма тоқ келмей тұр ғой. Тоқ келмей тұр ма не? Иә. Прикуритель бар ғой. Жоқ, болмайды оған. Мәссаған, енді? Бауырым, бетші машинамен жүрсің ғой. Срочный вызов еді. Медсестраны жеткізе қойшы. Жеткізіп тастау керек. В принципе, можно. Жүріңіз кеттік. Рахмет сізге. Қазір мен. Болды ма? Нормально ғой бәрі? Болды. Рахмет бауырым. Көп рахмет. Жақсы, брат. Бауырым, тұра тұр. Құрсын, бүгін күн суытып кетті ғой. Рахмет сізге көмектескеніңізге. Оқас жоқ. Ең басты науқастың жағдайы жақсы болса болған. Иә, ол науқастың жағдайын қазір барғасын білеміз. Бүгін тіпті күн қарбаласын, қар жау, оның үстіне қайта бізге вызовтар түсіп, сонымен әбден әйтеуір бір үлгермей жатырмыз ғой. Өзі сондай болады ғой. Қар жауған кезде қар басып кетеді бәрі бір-біріне. Кептеліс, ана таксисттер қымбаттап кетеді. Проблема көп қой. Ең бастысы басымыз аман, деніміз сау болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Малика жақсы бала ма өзі? Жаман болса түзе болайын деп пе едің? Иә, мамам жақсы бала ғой. Қай жақтың баласы? Атырау. Мұнайда істейтін болар онда. Жоқ, өзінің жеке бизнесі бар. Ей, маймыл, телефон қарай бермей, кел, тамақ ішеміз. Өзіне қарап алшы, бегемот. Ертең бала туғанда мартышка деп айтам, түсін ба? Уже нервыма тиесің сен. Ой, маймыл десе, маймыл екенсің. Жоқа, маймыл деп айтпа. Өзін әжептәуір Айсұлтан деген аты бар емес пе? Ертең есінде сақтап қалады да, сосын детская травма деген болуы мүмкін. Детский травма болса, бізде болу керек қой. Тапочкамен ұрған кезде әлі есімізде, если что. Ол кезде ондай нәрселерді білмедік қой вообще. И вообще біздің күйеу баламыз қайда? Бізді біле ма бүгін Алматыға кететінімізді? Фарида, бөлі таңғы 5 емес пе? Ерте барып аэропортта не істейміз? Ерте барып отырайық, кешігіп қалғанша. Бүгін ана болашақ әйелімнің ата-анасымен танысуға барып жатырмын да. Іштей андай бір уайымдап тұрып ше. Бәрі күшті ғой, уайымдамаңыз. Бәрі сәтті өтсін. Мен айтқаныңыз келсін. Сіз кешірім сұраймын, е? Алло? Окей. Қазір келем, е? Мына бір 18 дом ғой, супермаркеті бар. Иә, 3-ші подъезден кіре қойыңыз. Жақсы, күтсір. Маркова 23, бірінші подъезд, 3-ші этаж, квартира 45, есінен талып қалған. Ер адам, 30 жас. Қалай қабылдарыңыздар? Мыналар рациясын мен машинаммен ұмытып кетті ғой. Қалай қабылдарыңыздар? Қалай қабылдайды мынаны? Кешіресіздер. Мына рацияны мен машинамда ұмытып кетіпті.
Маркова 23, бірінші подъезд, 3-ші этаж, квартира 45, есінен танып қалған. Ер адам 30 жас. Тез арада бару керек. Жүрек қағысы естілмейді. Қалай қабылдадыңыздар? Девушка, здрасте, это 8-й дом? ой не болып қалды. О, вызов, рацияда, срочно вызов келіп жатыр. Тездетіп жүріңіз енді. Тездетіп жүргенде мен қайын жұртым күтіп жатыр ғой анда. Енді адам өліп кетуі мүмкін. Біз Иә, ешке бірақ сақсаңыз сосын барасыз. Бірақ айтты, иә, анда. Маркова 23, бірінші подъезд, 6-шы этаж, 44-ші квартира деді. Айтқаннан жасы нешеде? 30-да деген сияқты. Екен әйел. Еркек. Сәлеметсіз. Кешіресіз, мына дәрігердің укладкасын машинеде ұмытып кетіппіз сол. Бұл кісіге не болған? Көршім ғой сол. Бағаны бір айғалап жүргем, бір қарасам үндемей қалып. Не болды деген деп қарасам, міне осы. Бұл кісінің туысқандары бар ма? Әрине, әйелі бар, кетіп қалған. Негізі өте жақсы жігіт. Не болған білмеймін. Дәурен, үйіне барып, диванға жатқызайық. Жақсы. Көрші. Мұнда не болып жатыр? Кісендер кімсіңдер? Жатың, сіз деген арақтан отравление болдыңыз. Мен қазір сізге укол саламын. Отравление? Иә. Жатыңыз, қайда жатсыз? Жатсайшы болды, братан. Саған бола бәріміз жұмысымыз тастап келіп отыр ғой, мына көршіңіз бізге хабарласып отыр. Шеш бүгін менің туған күнім. Шеш. Отравленияны арақпен емдеу керек дейді как раз. Жүр. Братан, денсаулыққа қарау керек қой, жатсаңызшы кішкене, қазір дәрігер. Жүр кет. Жарайды онда, кете беріңіздер. Тірі ғой. Сіз онда бізге отказын жазып беріңіз. Ал Дәурен, сіз жүре беріңіз. Иә, әрине жазып берейін. Жақсы онда. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Дәурен, көтерсейші телефоныңды. Келмейтін болсаң айтпайсың ба? Айттым ғой саған мамам папа Алматыға ұшып бара жатыр деп. Қайда жүрсің? Марикош, қарным ашып тұр, тамақ ішеміз ба? Дәурен ғой телефонын алмай жатырған. Ой, алады ғой, не болды сонша? Сол ғой телефонын алмай жатыр, енді не істейміз? Бір жұмыстар шығып қалған шығар. Күте тұршы шама. Уайымдай бермеш. Что там, Мико? Жезуға келе ма, келмей ма? Әлде илінгесі келмей қалды ма саған? Ей, Айсұлтан, Wi-Fi-ды өшіріп тастаймын қазір. Жүресің сосын маңырап. Қажын ба қажын? Не болды соншама? Или что? Натуре илінгесі келмей қалды ма саған? Есен балам, құлағым бұрап алу керек бар ғой. Шучу же я, шучу. Бегемотик. Ё-моё, Малика звондап жатқан шығар. Мен телефонымды қойдым. Сізде бәрі дұрыс па? Сол телефонды таппай жатырмын. Көмектесейін ба сізге? Көмектесіп жіберсеңіз, ана Малика да звондап жатқан шығар, білесіз ғой өзіңіз. Мына жақтарды қарамадыңыз ба? Қарадым ғой мен мына жерге. Мүмкін мына жерлер түсіп кеткен шығар. Жоқ, ол жерді көрмедім. Қарап қойыңызшы. Мына астана түсіп кетпеді ма? Жоқ, көрмедім. Соны көре салыңызшы сіз. Мына жерлерде жоқ екен. 31-ші мектеп, 8 жасар бала, демал алмай жатыр. Аллергиясы күшейген, срочно.
сіз ренжімеңіз, иә? Мен қазір сіз соңғы рет осы мекенжайға келіп тастаймын, одан кейін кете беремін. Мен күтіп жатыр анда. Наоборот, сіз ренжімеңіз. Біз сіздің уақытыңыздың бәрін алып болдық қой. Шыдасаңдар, қонақ келгенше тамақ қалдырмайтын болдыңдар ғой. Қызым өзі келетін адам ба? Келмесе келмеймін деп айтпайды ма? Қарным ашып кетті. Натуре, бізге нормально жизуха келе ма? Біреу вахтада целый день жүріп тұр. Екіншісі вообще келмей жатыр ғой. Тамақ жейікші. Айсұлтан, қойшы. Келмей жатқанына қарағанда жұмысында шаруалар шығып қалған шығар. Иә, бір жұмыстар шығып қалғанда. Оның жұмысында бірдеңке болып қалғанға мен кінәлі, менің қарным кінәлі емес қой. Натуре, менің қарным вообще тут ни при чем. Давайте іше берейік. Күйеу балаға жылып бере салармыз. Міне, көрініп тұр менің қызым екен. Ал, ас болсын. Апай о, попкорн немесе ручканы колпачок жұтып қойды. Документінен қарасам, аллергия ештемесі жоқ. Мүмкін бір нәрсе жұтып қойған шығар деп отырмын. Осы уақытқа дейін сізде аллергия болып еді? Жоқ, бәрі дұрыс па өзі точно? Негізі былай дұрыс. Дұрыс болса, ренжімесеңіз, онда мен кете берейін. Білесіз ғой, күтіп отыр мен. Тұрмайды. Күте тұрыңыз, мүмкін больницаға апарып қаламыз. Жақсы. Апай, мен де барайыншы, апай. Сен не үшін тұрсың мына жерде? Бар сабағыңа бар. Мен қалай барам, мен ойымдап тұрмын. Сен уайымдамаңсыр. Мен жақсы дәрігерді алып келдім. Бұйырса Айшаны емдейді. Сен лучше действительно сабағыңа бар. Жарайды, ағай. Жақсы сау болайша. Ата-анасына ескерттім, қазір келіп қалар. Дәурен, больницаға алып бару керек. Жақсы, онда сіз мына укладтан алыңыз. Айша, келе ғой, мен сені көтерейін. Алып сізсің. Ойбай. Дұрыс па бәрі? Бағана Аңсар дұрыс айтты оны, попкорн шығып жатыр ғой. Рахмет, ағай. Оқасы жоқ, біз жұмысымыз ғой енді. Дәурен, саған шынымен де рахмет. Вот енді кете берсең болады. Точно ма? Точно. Жақсы, аман болыңыздар. Ауырмаңыздар, иә? Попкорн жемеңіз. Жолыңыз болсын. Рахмет. Апай, мен де кете берейінші, мама, папа, маза алмай қояйық. Жақсы бара ғой сабаңға. Рахмет сізге көп-көп көмектескеніңізге. Оқасы жоқ, ең бастысы балалар аман болсын. Ауырмасын. Микол, Ау, что ты без настроения сидишь? В Казахстане дофигища мужиков. Найдешь себе еще одного, да и получше. кетші бар, мам, айтыншы тисе бермесін деп. Не болды, ойнап отыр ғой? Неге тисе бересіңдер осы менің балама? Жалғыз інілерің ғой? Ей, Айсұлтан, тыныш отыршы. Қыздар ұқсап сөйлей бердің ғой. Папа дұрыс айтады. Смейся, смейся. Завтра племянник родится, тоже буду его обзывать. Бегемот. Алло, Малика. Келе жатырмын мен. Давай, Малика, мен қазір келем, бәрін саған түсіндіріп берем дұрыстап. Жоқ, Малика, мен дейтін кәдімгідей өлім мен өмірдің екі ортасында арпалысып жүрмін. Қазір сенбейсің ба, мені қарап тыңдашы. Айтып жібере қойыңызшы, пожалуйста. Сәлеметсіз ба? Малика, енді до конца сөйлесейші сен. Бұл ұят болды ау біздің кесірімізде. Қазір ашу басылғаннан кейін өзі звондайды. Срочный вызов. Қабанбай Батыр 29/1, бірінші подъезд. Жүрек талмасы, 35 жасар ер кісі, ат жөні белгісіз. Нормально ма бәрі? Жүрек қағысы бар, бірақ бұл шай соғып тұр. Так, Дәурен, сен реанимацион скоро шақыр тез-тез. Қалай шақырайын оны? Рациямен шақыр. Рациямен? Иә. Шақырдым. Тез-тез массаж бер да. Массаж? Ауызбен ауызға не бер. Қалай? Ауызға дем бер тез-тез. Искусственный дыхание ма? Иә, бұл. Кәдімгідей кинодағыдай искусственный дыхание. Иә, кәдімгідей кинода тез-тез жасаңыз енді дем беру керек қой. Все болды, нормально, пульс бар. Құдай
қолын көтереміз ме? иә көтеріп қойып алдарың жолайды. Дәурен, енді спокойно кете берсеңіз болады, бізде машинамыз бар. Иә, көріп тұрмын машиналарыңызды. Бүгін сіздердің арқаларыңызда өзімді бір герой сезіп қалдым. Түсінгеніңізге рахмет, керемет. Құдай сақтасын. Енді бірақ егер бір жағдай болған жағдайда бізге хабарласыңыз. Қой, Құдай сақтасын, хабарласып жатыр. Идар Алиева, дом 11, женщина, 23 года, первородка, отошла вода. Шыда, қызым, шыда. Қазір скорый келеді, шыда. Айбарға айттыңдар ма? Иә, папаң айтып жатыр, шыда. Сен тамақ жейсің ба, Жұлдыз? Мына скорыйларың қайда жүр? Кешігіп жатыр ғой. Сен рядовой сумкаң дайын ба, Жұлдыз, өзі? Саламатсыздар ма? Дәурен? Менің есімім Дәурен, күйеу балаларыңыз осы. Қазір түсіндіретін уақыт жоқ, шыға тұрыңыздар барлықтарыңыз. Әсем, мынаны алып осмотр жасай бер. Мама, шығыңыз, қазір біз қалу керекпіз дәрігермен. Сен қайда? Жан, қазір түсіндіретін уақыт жоқ, сен де шыға тұршы, пожалуйста. Қалайсыз? Бәрі жақсы болады, уайымдамаңыз, кішкене терең бір демалып алыңыз. Вдох, выдох алып. Токсикоз қалай болды? 10 000 шаг бәрін жасадыңыз ғой, арқаға массаж көбірек жасау керек негізі. Жан, еменен құтты болсын. Жуканы қалай? Отыршы, бәрі жақсы, аман есен. Кстати, сен қайда жүрсің? Комиссияға айтсам, сен по-любому сенбейсің. Сен неге жауап бермейсің? Врачтармен не істеп жүрсің? Жазып жібермейсің ба хотя бы? Айтпақшы, Жука шақырғанда сен жанына ұмытып кеттім айтуға. Барып қайтшы Жуканың асына. Жарайды. Адамгершілік. Бұл адамның ішкі айнасы. Оның ар ұяты мен адалдығы.